буллинг ол бала мен баланың арасында да буллинг болуы мүмкін. Осы тұрғыда ол баланың ата-анасына қандай жаза тағайындалады? Негізі бұл жерде буллинг болғанда менің бағана бірінші рет қабылданды дегенім 16 жасқа толмаған азаматтарға жыныстық тұрғыдан жыныстық тұрғыдан тиісіп қорлау, және оны қазіргі таңда онлайн білесіз, жасөспірімдердің арасында суретін, тағы да басқа нәрсеге тарту секілді тиісіп қорлау мәселелері кәдімгі белең алып бара жатыр. Сондықтан да жұмыс тобында бұл түзетуді депутат Абенов Мұрат Абдулламитұлы ұсынды. Біз ұзақ талқыладық, өйткені бұған дейін енді бұндай норма, бұндай құрамда мүлдем қарастырылмаған. Сонымен қатар қазіргі таңда үкіметтен харассмент туралы заң келе жатыр. Сол заңның аясында бәлкім қарастырамыз деген ұсыныстар болды. Бірақ дегенмен балалардың қауіпсіздігін сақтау туралы мәселе көтерілгендіктен осы онлайн тұрғыда жыныстық тиісу мәселесі өзекті деп тауып, ол жерде біз 200 айлық есептік көрсеткіш 40 күнге дейін қамаққа алу мәселесінде жазаны осылай қарастырдық. Бұл ұзақ талқыланған нормалардың бірі. Ал кибербуллингке келетін болсақ, жалпы ол заңнамада бар, өзіңізге белгілі. Бұған дейін 2022 жылы бізде балалар құқығын қорғау туралы бірқатар нормаларға өзгерістер енгізілді. Одан кейін бізде 2023 жылы онлайн платформалар туралы заңның аясында да қарастырылды. Кибербуллингке байланысты қарастырылған нормалардың ішінде 10 айлық есептік көрсеткіштен 30 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл мәселесі қарастырылып отыр. Бұл нені көрсетеді? Қазіргі таңда жастардың арасында балаларды мысалы келеке ету, суретін салу енді көп ондай мәселелер. Сондықтан да бұл жерде ата-аналармен жалпы айыппұл мәселесінде осындай шешім қабылданды. Рахмет, Жұлдыз ханым. Алмагүл ханым.